Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Ал бастаймыз. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Ең бастысы ол жол береді трамвайға, содан кейін өзі жүреді, себебі басты жолдан бағыты бойынша жүр. Жауабымыз тек трамвайға. Міне видеоны көрсеңіз болады. Трамвай өтеді, содан кейін қызыл көлік жүрісін жалғастырады. Осы белгі орнатылған жолдарда артқы жүріс пен қозғалыс рұқсат етіледі ме? Бұл бізде бір жақты жүріс жолы. Әрине рұқсат етіледі, бірақ кері бұрылуға тыйым салынады. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етілген бе? Қиылыста сіздерге тоқтауға тыйым салынады. Қиылыстан кейін 30 метрден кейін рұқсат етіледі. Және де жол таңбасына қарау керек, мұнда үзік-сызық, сондықтан сіздерге тыйым салынады. Осы жағдайда жүргізушіге автобусты басып озуға рұқсат етіледі ме? Мұнда тыйым салу белгісі тұр, сондықтан сіздердің жауаптарыңыз рұқсат етіледі, егерде алдыңғы көлік 30-дан төмен жүрсе деген. Міне жауабымыз. Егер автобустың жылдамдығы 30 км/сағаттан төмен болса, рұқсат етіледі. Екінші жолақпен сіздерге алып озуға рұқсат етіледі ме дейді. Бұл сұрақта сіздерге жауаптарымыз негізі тыйым салынады, себебі мұнда реверстік жолда бағдаршамның шырағы бойынша жүресіздер. Егерде көрмесеңіздер, онда жүруге тыйым салынады. Көк автокөлік жүргізушісі қиылыстан өткен кезде жол береді. Енді белгіге қараймыз, ол бізде тең емес қиылыс, басты жолдың бағытын көрсетіп тұр. Сондықтан басты жолда бізде автобус пен жеңіл көлік тұр. Екеуіне жол беріп, біз үшінші өтеміз. Көк автокөліктің әрекеті қағидаларды бұзу болып табылады ма? Әрине табылады. Ол бізде қос тұтас таңбасын кесіп өтті, оны тыйым салынады. Осы жағдайда А1 қосымшасына жатпайтын мопедтің жүргізушісіне солға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі. Бізде бір жолақ бар. Егерде екі жолақтан жоғары болса, онда тыйым салынады. Сондықтан А болады жауап. Жүргізушілердің қайсысына тіке жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі? Екеуіне де рұқсат етіледі. Мұнда жүк көлік салмағы 3,5 тоннадан жоғары көліктерге жүруге болмайды. Екеуіне де рұқсат етіледі. Осындайда сұрақтар келеді. Көлік құралын 4 сағат бойы жүргізілгеннен кейін үзілістің тиісті уақыты 30 минут болып келеді. Осы учаскеде басып озуға рұқсат етілген бе дейді. Мұнда жол беріңіз деген белгі бар, және де 200 метр деп тұр. Онда жол беріңіз деген белгіде сіздерге озуға тыйым салынады. Бірақ жауаптарыңыз қиылысқа дейін үлгерсем рұқсат етеді. Қиылыстың өзінде тыйым салынады, сондықтан жауабы С болады. Ол жүргізуші қиылысқа дейін үлгерді. Осы жол белгісі не туралы ескертеді? Оны бәрі біледі. Мүгедек тану белгісі бар, автокөліктердің тұрақ орны. Көлік құралының басқару кезіндегі рөл дөңгелегінің қолмен ұстаудың дұрыс қалпын көрсетіңіз. Енді қараймыз. 1-мен болмайды, 2-мен болмайды, 3 болады жауап. Жүргізушілердің қайсысы қиылысты өту ережелерін бұзды? Әрине көк көлік, себебі тең мағыналы қиылыста оң жақтағы көлік басымды болып келеді. Сондықтан көк көлік болып саналды. Іргелес аймаққа оңға бұрылған кезде мотоцикл жүргізуші жол береді.
ол велосипедке, жаяу жүргіншілерге. Берілген жағдайда көк автокөліктің жүргізушісі қозғалысын жалғастырады. Тағы да анимацияны көрсетейін. Жасыл жанып тұр. Біз тек тура және оңға бұрылуымызға рұқсат. Қандай жағдайларда мотоциклдарда 12 жасқа дейін балаларды тасуға тыйым салынады? Жауабы 2 жағдайда да. Қай белгіні орнатқанда жүргізуші қарама-қарсы көлік құралдарына жол беру керек дейді? Ол бізде екінші белгі болып саналады. Осындай белгіде тар жолда сіз қарама-қарсы көлікке жол беру керексіз. Осы әдіспен бұрылуға рұқсат етілген бе? Әрине тыйым салынады. Шеңберлі жүрісте кері және солға бұрылуға тыйым салынады. Осы жағдайда көк автокөліктің жүргізушісінің тиісті іс-әрекеті дейді. Мұнда бағдаршам істемесе, онда белгіге бағыну керекпіз. Сондықтан қызыл автокөлікке жол бермей өтеді дейді, өтеді. Қызыл автокөлікке жол береді. Әрине жол беру керек. Автомагистраль бойынша велосипедтер мен мопедтерге жүруге рұқсат етіледі ме дейді. Автомагистральда жылдамдық 40-тан төмен көліктерге жүруге тыйым салынады. Сондықтан жауап тыйым салынады. Жақсы достар, менің каналымда болғандарыңызға өте қуаныштымын. Рахмет, лайкты басыңыздар және тіркелуді ұмытпаймыз.